Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен квашеный капуста дайындайтын боламыз. Бізге қажет үлкенірек капуста қажет болады. Капустамыздың сыртқы жасыл бөлігін және де қарайған бөліктерін алып тастаймыз. Кейіннен 4 бөлікке бөліп, қатты жерлерін пышақпен кесіп, турауға ыңғайлы етіп бөліп алатын боламыз. Капусталарымызды жіңішке майда етіп, пышақтың көмегімен турайтын боламыз. Квашеный капуста бұл витаминге толы ас болып табылады. Әсіресе витамин С-ға мол тағамның түрі. Барлық капустамызды осылайша жіңішке майда етіп тураймыз. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақ арнасын қолдап кетіңіздер. Мен үшін үлкен мотивация болмақ. Және де алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінеки барлық капустамызды турап біттік. Алдын ала тазартылған сәбізімізді үккіштің көмегімен өткізетін боламыз. Осылайша орташа майда бөлігімен өткізсеңіздер болады. Бір капустаға бір үлкен сәбіз жетеді. Менде 1,5 сәбіз еді, сәбізі сәл көбірек болып қалды. Енді бір ас қасық тұз, лабыр жапырағы, 3 лабыр жапырағын осылайша майдалап қосатын боламыз. Лабыр жапырағын көп қоссаңыздар қышқылдан береді, сондықтан 3-4 дана жеткілікті болып табылады. Және де домалақ қара бұрыш, жарты ас қасық. Енді кезекте жақсылап мұжып араластыратын боламыз. Сонда капустаның сөлі өзінде қалып, өзінің сөлі өзінен бөлініп, витамині бойында сақталатын болады. Енді осылайша мұжылған капусталарымызды банкаға салатын боламыз. Немесе осылайша жайпақ ыдысқа салып, үстін бастырып қойсаңыздар да болады. Мен 2 литрлік банкіге салған болатынмын. Банканы стерильдемей, жай ғана бір шайып сасаңыздар жеткілікті. Барлығын салып болдым. Бір капустадан 1-2 литрлік банкі және де жарты майонездің шелегімен жарты шелек шыққан болатын. Суын өзіне құятын боламыз. Сонда сулы болып, әдемі болып тұрады. Енді ұзын бір таяқша секілді ыдыстың көмегімен капустамызды тесіп қоямыз. Яғни ішіндегі газдері көпіршік болып шығатын болады. Және де банкідегі капустамыздың бетіне бір стаканға су құйып бастырып қойсақ болады. Беті құрғамай, суы толық шығуы үшін. Салқын жерге 2 күнге немесе 1 түнден кейін қолдана берсеңіздер болады. Мінеки суы шығып, құрғақ болмай тұрады. Бұны 1 түннен кейін стаканымызды алып, капрон крышкамен банкымызды жауып қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға.